Енді кішкене сағат 10-нан асып кеткен кезде кішкене уайымдадым. Ешкім маған атака жасауға емес, менің тегдаунымнан қорғануға дайындалып келетін сияқты соперниктер. Give me one chance for the belt. Иә, халайық. Бүгін жеңіс, бүгін той. Қазақ бауырларымыз таң атпай бізді қуантуда. Асу Алмабаев атты бауырымыз UFC-де 4-ші жеңісіне жетті. Сонымен ол белбеу үшін күресуді күтуде. Ал толық жекпе-жекті менің телеграм арнамнан көре аласыздар. Сонымен қоса біздің жауынгерлермен UFC-дегі болып жатқан жаңалықтардың барлығын алдын ала сол телеграм арнамнан көре аласыздар. Сілтемесі осы бейненің төменгі жағында, немесе осы QR-кодпен сканерлеп кіре аласыздар. Сондықтан тіркелуді ұмытпаңыздар. Ал біз бастаймыз. Көпшілдің қателігі ғой. Бөлмені допингке қарсы күрес агенттігі Бірақ та мен бұл жайлы ештеңе білмеймін. Шақпаттың ағылшынша тілі де келмейді. Трэш-ток жасайтындай. Әрине, маған да титуліне жекпе-жекке дейін өте жақын тұрмын. Сондықтан да тек қана маған жеңіс керек. Сонымен сенің кішкене ақсандап жүргеніңді көріп тұрмын. Аяғың қалай қазір? Барлық бойдан кейін осындай кішкене аяқта травма болады. Енді айтады ғой, шахматпен айналыспаймыз ғой, сондықтан арасында болады осылай. Альхамдулилля, ең басты жерлеріміздің бәрі сау. Тағы бір жеңіске жеттің, ол да төрешілердің шешімімен. Сен қуаныштасың ба? Әрине, жеңіске жету оңай емес. Топ 7 мықты қарсыластар әрқайсысы. Ол біз шығып ұтып атқанға бәрі ойлайды. Келді, ұтты, кетті деп қанша үлкен еңбек жатыр. Сондықтан әр боец келген ұтам деп келеді. Бәрінің целі қанша еңбегі бар, қанша өткен жолдары бар. Сондықтан оңай емес. Геймпланың қандай болды? Геймплан ұту, геймплан всегда побеждать. Но өзінше болды ғой геймпландар. Күресу, көбірек күресем деп ойладым. Енді өзімнің базовый стиліме, бірақ енді ол заттар жасай алмағандықтан ауыстырып отырдық. Өйткені қарсылас топ 7, бәрін көріп тұр, бәрін сезіп тұр. Егер де осындай бейненің көп болғанын қаласаңыз, Абылайхан секілді біздің арнаны қолдасаңыздар болады. Ол үшін осы Каспи номерге кез келген соманы жіберсеңіздер болады. Алдын ала алғыс айтамын. Қазақ бауырларыңызды қолдап жатқандарыңызға мында бір алғыс. Оның тейкдаунынан қорғанысы сені таңқалдырды ма, немесе тағы бір таңқалдырған нәрселері болды ма? Нет, жоқ. Енді білдім ғой мен оның бірінші, екінші тегдауннан жақсы қорғанып кететін. Өйткені барлығы соған дайындалып келеді ғой, менің тегдауныма. Ешкім маған атака жасауға емес, менің тегдаунымнан қорғануға дайындалып келетін сияқты соперниктер. Сондықтан главный тоқтап қалмай, ары қарай жалғастырып, дым болмағандай қорқып қалмау керек қой. Барлық жауынгерлер жарты сағаттың ішінде салмаққа кіріп, салмақтарын өлшеп үлгеріп жатты. Ал сенің қарсыласың болса кешігіп жатты. Сен қобалжыдың ба бұл сәтте? Енді кішкене сағат 10-нан асып кеткен кезде кішкене уайымдадым. Бірақ енді 57-ге қуу қарап тұрсам барлығына қиын сияқты. Өйткені барлық соперниктер осылай қиын қуып жатады. Енді өздеріне минус қой осындай бой ұзаққа кеткен кезде уже функционально хромать етеді. Енді жеңістен кейін сенде қандай жоспар? Енді үйге барып жаттығу жасайсың ба, немесе жай ғана демаласың ба, үйге қашан барасың? Енді ең басты ұттық, енді алдыға онда бір қатты жоспарлар қойған жоқпыз. Көреміз, ең бастысы осы жеңіс үшін келдік. Жеңістен кейін бір нәрсе жасаймын деп, бірінші фокустың бәрі осы бойда болды. Енді ары қарай дайындықты, бойды қайтадан көріп, қателіктермен жұмыс жасап, век живи, век учись деймін, сол сияқты. Жекпе-жектен кейін сенің сөзіңді естімеген едім. Сен біреуді шақырдың ба, немесе бір жоспарыңды айтып бедің, не айттың, соны айта аласың ба? Give me one chance for the belt.
That's pretty. That's an Бұл жақта Асу Дана Уайттан белбеу үшін күресуге бір мүмкіндік бер деп айтып жатыр. Өте керемет вызов екен, өте әдемі және де қарапайым шақырдың. Thank you, brother. Ал енді Асу Алмабаевтың салмақ дәрежесінде не болып жатқанын көрейік. Әзір чемпион Александр Пантожа. Ол 8 желтоқсанда Асакура атты жауынгермен шайқасады. Әзірге Асу Алмабаевқа оны бермейтін секілді. Тағы да екінші нөмірлі жауынгер бар. Ол бұрынғы чемпион Брэндон Морено. Ол қарашаның 2 күні Альбази атты жауынгермен кездеседі. Сол жекпе-жекте жеңгені Асу Алмабаевпен кездесуі мүмкін. Ал бұл белбеуге жақындауға бір саты. Ал біздің бауырымызды тағы бір құттықтап қояйық. Алдағы белестері көп болсын, жеңістері мол болсын. Ал сіздермен болған солай де арнасы. Бізді қолдап комментарий жазып жатқандарыңызға мында бір алғыс, бәрін оқып жатырмын. Ал бұл маған ерекше ұнаған комментарийдің бірі. Белал мырзаны Беляши деп керемет лақап қойған екен. Жақсы жаңалықтарда жүздескенше, қош аман, сау болыңыздар. Yeah, all the time after the fight happens something, but we're not doing the chess. got another unanimous decision victory. How happy are you with your performance out there? Очередная победа решением. Ты счастлив после этой победы? Әрине, жеңіске жету оңай емес. Топ 7 мықты қарсыластар әрқайсысы. Ол біз шығып отып атқанға бәрі ойлайды. Келді, отты кетті деп қанша үлкен еңбек жатыр. Сондықтан әр боец келген отам деп келеді. Бәрінің целі қанша еңбегі бар, қанша өткен жолдары бар. Сондықтан оңай емес. Of course, I'm happy. It's not easy to win the fights because every opponent doing hard work and coming here to fight and to win. So I'm very happy that I won. What was the game plan coming in tonight? Какой был геймплан? Геймплан, оту, геймплан всегда побеждать. Но өзінше болды геймпландар. Күресу, көбірек күресем деп ойладым. Енді өзімнің базовый стиліме бірақ енді ол заттар жасай алмағандықтан ауыстырып отырдық. Өйткені қарсылас топ 7, бәрін көріп тұр, бәрін сезіп тұр. Of course, it was first of all just to win. And yeah, I wanted to wrestle, but the opponent is tough. He's a number 7 in rankings. So, and during the fight, I changed a little bit game plan and tried to improve. It sounds like he maybe surprised you with his takedown defense or his wrestling defense. Is there anything else that maybe surprised you Был ли about ты him? удивлен его защитой от тейкдаунов? Или что-то еще тебя удивило? Нет, жоқ. Енді білдім ғой мен оның бірінші екінші тейкдауннан жақсы қорғанып кететін. Өйткені